Саламатсыздар, балалар әдебиеттік оқу пәні 95-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан көрікті мекені. Бүгінгі сабақта өлеңді түсініп оқисың, тағы қай жерлерде саяхат жасайтыныңды болжап айтасың. Бірінші тапсырма: суреттегі Қазақстанның көрікті жерлері туралы әңгімеле. Қазақстанның көрікті жерлері көп. Бірінші суретте бас қала Нұр-Сұлтан бейнеленген. Бұл қаланың бас символы ретінде бәйтерек таңдап алынған. Келесі суретте табиғаттың көркем жерлері бейнеленген. Оларға Бурабай тауы, Жұмбақтас және Іле тауы кіреді. Өлеңді түсініп оқы. Жасыбайдың үңгірі. Балалар-ау, балалар, Баян тауға барайық. Басы кеткен баяғы батыр ізін қарайық. Жақтауы тас мінекей Жасыбайдың үңгірі, жолын кесіп жауының жатқан екен бір күні. Елім қамын етсін деп, жауды жалғыз бөгепті, жыламай ер жетсін деп, бесіктегі бөбекті. Жауды мұхап жасытқан, жартастай боп Жасыбай, жауға тиген жасындай, Жасыбайдың батырай. Өтебай Тұрманжанов. Үшінші тапсырма: Жасыбай үңгірі қай жақта? Өлеңге сүйеніп сурет бойынша әңгімелеп айт. Жасыбай үңгірі Баян тауында орналасқан. Бұл үңгір елін жаудан қорғаған Жасыбай батырдың құрметіне қойылған. Суреттерге қарап, балалардың әрі қарай саяхаттарын жалғастыру картасын жаса. Балалардың саяхаттайтын келесі мекені Бурабай таулары. Бурабай тау тасы да, көлі де, жазық даласы да аңызға толы. Бурабайдың тамаша табиғаты, қарағайлы орманы, мөлдір көлі келген әр жанды таңғалдырады. Бұл мекенде саяхаттау жаныңа шипа болады. Өзің Қазақстанның тағы қандай көрікті жерлерін білесің? Әңгімеле. Қазақстанның көрікті жерлері көп. Солардың бірі Медеу мұз айдыны. Медеуге келген әр жанның көңілі көтеріліп сергіп қайтады. Мұз айдыны Алматы қаласында орналасқан. Бұл жерде демалыстан бөлек әлемдік спорттық іс-шаралар да өткізіледі. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.